Сәлем достар. Бүгін біз сыраның зияны туралы айтамыз. Қазіргі 21 ғасырдың дертіне айналған адамды тәуелділікке ұшырататын алкогольді сусындардың бірі. Екі адамның басы қосылса, сыра ішетін заманға жетті. Кейбір адамдар жатып бір өзі де іше береді. Сыраны көбінесе уыттан, құлмақтан, ашытқыдан және судан жасайды. Сыраның құрамында 91-93% судан тұрады. 3-4% қанттан, көмірқышқылдардан, 3-14%-ға дейін алкогольден тұрады. Сыраның түріне байланысты. Сыраның құрамында әйелдің эстроген гормонына ұқсайтын фитоэстроген деген элемент болады. Сыраны шамадан тыс ұзақ уақыт қабылдағанда әйелге тән семіздікке ұшыратады. Яғни бетінде май қатпары өседі, көкірек безі ұлғаяды, қарын майлары салбырап тұрады, дауысы жіңішкереді, әйелге деген қызығушылығы төмендейді, яғни либидоны төмендетеді. Сонымен қатар белсіздік пайда болады. Мұндай әйелдерге тән белгіні медицинада маскүнем еркектердің феминизациясы деп атайды. Салқын сыра ішкен кезде әуелі тамақтағы бадамша бездер қабынады. Содан кейін асқазан мен ішек жолдарына зиян. Асқазанның шырышты қабатын бүлдіреді, тітіркендіреді. Сұйықтықты реттейтін жасушаларды жояды. Гастрит ауруына шалдықтырады. Сонымен қатар ұлтабардағы фатер емізігін де қабындырады. Ұйқы бездің сөл шығару қызметіне кедергі жасайды. Бауырдың бірден бір жауы осы сыра болып табылады. Бауыр алкогольді бейтараптайтын, уытын жоятын көп функциялы ағза. Сыраны үнемі қабылдау бауырдың функциясын әлсіретеді. Соңында бауыр циррозына шалдықтырады. Сонымен қатар сыра бүйрек пен қуыққа да зиянын келтіреді. Сыраны көп ішсеңіз, әжетханаға кіші дәретке жиі барғызады. Адамның зәр айдау жүйесі шамадан тыс күшейіп кетеді. Бұл жағдайда ағзадағы қажетті минералдар сыртқа шығып қалады. Адам натрий, магний, калий жоғалтады. Сырадан кейін екінші күні ащы бірдеңе жегісі келетіні осы натрий жоғалтқаннан. Сыра жүрекке де зиян келтіреді. Кіші дәретке жиі шығу арқылы калий, магний жоғалтқан соң жүрек соғысының ырғағы бұзылады. Тез шаршап қалады. Жүрек сұйықтың артық мөлшерін қайта шайқай отырып, көлемі жағынан ұлғаяды. Май басады, қабырғалар жұқарып, белсенділігін жоғалтады. Миокард инфарктісі даму қаупі жоғарылайды. Сонымен қатар артериялық қысымы көтеріледі. Қан тамырларының варикозы артады. Демікпе пайда болады. Бұл синдромды медицинада сыралық жүрек деп атайды. Бұл жүрекке әкелетін өзгерістерді сыраға тұрақтандырғыш ретінде қолданатын кобальттың болуына байланысты. Сыра ішкенде адамның ойлау қабілеті төмендейді. Ми жасушаларын біртіндеп өлтіре береді. Адамдарда агрессия пайда болады. Сыраны сирек, аз мөлшерде тұтынса, денсаулығыңызға төнетін қауіп азаяды. Ал көп мөлшерде жиі тұтынатын адамдар денсаулығына жоғарыда айтып кеткендей зардабын тигізеді. Назарларыңызға рахмет.